Бүгін біз алмазный мозаикаға обзор жасаймыз. Я, жақсы, сәлем. Аяна қоймай. Әнеке, Алихан, кән сәлем де. Привет. Я, привет дейді. Аяна қоймай осындай алмазная мозаика дегенді алды. Алғыз қызды. Ол айту осы коробкаға қарау бойынша осындай жаңағы бисер сияқты жаңағындай моншақтардан тұрады екен. Алмаздардан ба. Және оны осындай мінеки Египеттің суретін, яғни пирамидалардың суретін жаңағы алмаздармен жасап шығарады екен, е? Осындай коробкасының бағасы 3000 теңге тұрады екен. Ал Аяна, енді сен түсіндіріп өте ғой. Қандай не бар екен ішінде? Міне мынау алмазный мозаиканың ішінде мынандай картина бар. Бұның артында, точнее үстінде мынандай пленка бар. Оның бүкіл ашсаңыз, оны бір күнде барлығын істеп салмайсыздар. Оны квадратикпен ашу керек. Ал артында картина сияқты. То есть, бізде жаңағы несінде коробкада жазылған екен, е? Бұл картина, бұл нені жаңағындай алмазный мозаиканы жабыстырып, мынандай мінеке осындай клеткаларға берілген осындай бисерларды жабыстырады екен біз. Мен уже половину істеп қойдым. Е, осындай бисерларды, мінеке бисер емес, алмаздар деймі? Алыстан көрсетіп. Камераға түспей тұр. Анық болып, е? Кішкентай олар, кішкентай. Міне енді ұстады камера, е? Осындай, мінеки осындайлардан тұрады екен. Осыны жабыстырып, картина жасайды. Аяна уже мінеки шетін бастады. Бүгін осыны аяқтап, картинаны итогын көрсететін боламыз, е? Кән Аяна, тағы қандай ішінде заттар бар? Ал бұл алмазный мозаиканың ішінде мынандай тарелка бар. 4 заттан тұрады деген, аха. Мынандай бір өзі пластмассовый дейді, е? қаламы бар. Пластмассовый осындай ручкасы болады екен. Бізде камера тағы да ұстамайды. Мінеки басында осындай жабыстыратын жаңағындай клеющий бір несі болады, е? Пластмассасы бар. Жоқ, камера бәрібір ұстамады. Қазір тоқтай тұр. Міне енді көрсетті дұрыстап. Міне. Осындай басында бар екен. Және бұған не қандай нені жабыстырдың басына? Бұған міне қызыл бір нәрсе тұр екен. Ол клей сияқты, е? Клей сияқты бисерінкіні ұстайды. Қараңыздар. Мысалы, біз бисерінкіні аламыз және осылай ауыстырамыз. Осылай оңға, солға және ол осылай алады. Және осыны жабыстыруға болады. Ал мына қызыл несін, клейін мынандай квадратиктан алады. Бұл клейін осылай алады екен. Если сіз білмесеңіз, сізде уже бір клей тұрса, ол ештеңе етпейді. Үстіне тағы да бір кішкене басасыздар да, ол сөйтіп пісе береді. Сосын бір апта, ай күннен кейін ол өзі кеуіп қала ма? Кеуіп қалады да түсіп қалады. Сосын тағы да бастауын болады. Жақсы. Сосын кейін тағы қандай заттары болды ішінде? Ішінде тағы да мынандай бір қағаз. Оның көмегімен біз мынаға жабыстыруға болады. Бұл кодтары ғой дейм, е? Номеровтар. Мына қағазда осындай жаңағы түстердің сандары және кодтары жазылған екен. Мысалы 10, мына жерде мына 10 тұр. Мынандай бисердің бетінде жазылған ба? Мына 10, ол S. Осындай білмеймін, әйтеуір ішінде осындай деген нелері деген білмеймін, бір 30 шақты ма, неше? Жоқ, 30 емес, 20 шақты. 20 екен, 30 деп айтып жердім. 20 түсте осындай нелер кішкентай. Аяна мінеки уже біразының ауыздарын ашып қойды. Ау, Алихан. Алихан Аянаның көмекшісі. Осыны шашып та үлгерді, е?
жабыстырамын дейді де. Бірақ Аяна бізде оған беріп жатқан жоқ. Мына жерде мінеке. Қалай жабыстырады Аяна? Осындай тарелочкасы бар екен. Оңға солға бүйтіп істеуге болады. Әй, ол ручкамен нетпейді Алихан. Алихан бұл мынамен істейді. Я, осындай ручкасы болады өзінің. Жақсы, кән Аяна, көрсетші бізге қалай істейді. Ал міне мысалы бізде қарасақ, мына жерде N деген әріпі тұр. Тоқтай тұр, кәні біз көрейікші қандай? Мына жерде N деген әріпі тұр. Осындай әріптермен жабыстырасың, е? Ал Ойбай, мынаған қаншама терпение керек қой, а? Қаншама нерв керек қой мынаған масқара. Ой, менің анам оны не перенеседі, достар. Я, менің нервім жетпейді бұндайдыға. Ал, жақсы Аяна өзің істеп көрші кән. Я, істеп көрейін. Мынаның барлығын жасап болғаннан кейін бұл картина сияқты бола ма сонда? Я, картина сияқты болады, ол... Үйге қабырғаға осылай іліп қоюға болады ғой, е? Я, сол жерде. Астында осындай немен. Жақсы. Ал, істей ғой. Іске сәт. Алихан көмекшісі отыр әнді қасында. N17. Мама, Иә. 020. О, таптым. Енді оны жаңақ тарелкасына саласың ба? Я. Мына қалған бисерларды алып тастау керек. Бұл осыныкі ма? Жоқ, осыныкі емес. Енді кішкене біз көрсетеміз. Қалай бұл жабысады, Аяна? Қалай сен оны сонда жаңағы ручканың клейінің көмегімен жабыстырасың ба? Жоқ әлде мына жерге қалай сен оны закреплять етесің? Қараңыздар. Мынау клей екен ғой. Клей. Неге мына жағы клей емес? Себебі мына жерде пленка тұр. Оның бәрін ашасың. Бетінде пленкасы бар ма мұнан? Пленкасын сонда алып отырасың, е? И ананы жабыстырасың орнына. Қараңыз, адам осылай істейді. Осылай ол жабысады. И қандай әріпке жабыстырып жатсың сен қазір? N. Осылай енді отырамыз. Каждыйын жабыстырасың, е? Иә. Ал енді мен пока что олай істегенше, ол біраз уақыт кетеді. Жақсы, Аяна, сен пока жабыстыра бер осылай. Ал мен сен бұл картинаны кішкене уже бітірейін деп қалған кезінде видеоны әрі қарай жалғастырып түсірейін. Әйтпесе біз мынау клетканың барлығына сен жабыстырып бітем дегенше біздің видеомыздың уақыты да жетпейтін сияқты. Сосын аяғына қарай конецті көрсетеміз, е? Соңын көрсететін боламыз. Иә. Достар, біздің шыдамымыз жетпеді. Аянан ұйқысы да келіп кетті, е? Енді мінеке осы жеріне дейін ғана біз жасап жетті шыдамымыздың барлығы, е? Осындай әдем болып шығып келе жатыр. Мынаның барлығын жабыстырып бітіріп, біз енді бұл видеоның жалғасын шортсқа салатын боламыз. Яғни бүкіл мынаны бітіргеннен кейін осы картинаны шортста көрсететін боламыз. Сондықтан да біздің шортымызды көріп тосып отырыңыздар, е? Жақсы, ал осымен осы видеомызды аяқтаймыз. Бұндай жұмысты негізі алып тұрыңыздар, өте қызықты екен. Және өте жаңағындай шыдамдылықты талап ететін жаңағындай алмазына зергерлік жұмыс деп айтсақ та болады екен. Жақсы. Сау болыңыздар, подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Я, біздің каналға тіркеліңіздер, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.